Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, әріптестер. Аталар сөзі, салт дәстүр көзі тақырыбындағы тарихи сағатқа қош келіпсіздер. Қазақ халқы салт дәстүрге өте байқалық. Біздің халқымыздың түсінігінде ең бай қазына адам. Адам мәңгіде мағыналы ғұмыр кешіп, өмірінде өз жолын табу үшін, қарапайым тіршілік ету үшін, сол ұлтты жасаған рухани құндылықтарды білу, игеру қолынан келсе, айналасына өзінен кейінгілерге үйрету қажет. Ұлттық дәстүр ата-бабадан келе жатқан салт сана, ана уызымен, жүрегімен жадына тоқылған. Өнеге сені өмір жолыңды айқындатады. Біздің дәстүрде ұлттық тарихи мәдениеті мен өнері, діні мен тілі адамды адам ететін адамгершілік қасиеттердің ең озық үлгілері жинақталған. Дана халықтың өз жасаған осы әдет ғұрыппенен жөн жосықты біліп үйрену және өмірде қолдану ағайынды адастырмас сара жол. Мұны ата отбасында, ата-ана, мектепте, ұстаз, көпшілік ортада ақсақалдар жастарға үйретіп айтып отырса, ұтарымыз көп болар еді. Салт дәстүр қазақ халқының өшпес мұрасы, асыл қазынасы. Халықтың атадан балаға көшіп отырған тарихи, әлеуметтік, мәдени, тұрмыстық салт сана, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекеттің көрінісі дәстүр арқылы көрінеді. Салт дәстүр байлығы мәдениеттің байлығы.